Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен жент жасаған видеомды бөлісетін боламын. Оған қажетті жентімізді мінекей үлкенде ыдысқа салып алып, бөлме температурасындағы сары майымызды қосатын боламыз. Арнайы газды қажеті жоқ. Мінекей осылайша жент пен сары майды араластырып, қант немесе қоюлатылған сүт қоссаңыздар болады. Мен қазір қоюлатылған сүтті қосамын. Осылайша жент, қоюлатылған сүт және сары майды әбден басы біріккенше араластырып аламыз. Қолдың көмегімен сары майды әбден ерігенше осылай біріктіріп араластырып отырамыз. Қазір мейізді қосатын боламын. Негізі сіздерде мейізсіз жасасаңыздар да болады. Негізі мейіз қосқан өте пайдалы. Әсіресе қара мейіз қандағы темір мөлшері, қандағы гемоглобин деңгейін жоғарылатады. Күнде бір уыс қара мейіз жеудің күнделікті темір қажеттілігін қанағаттандыруға көмектеседі. Қан қысымын реттейді, жүрек денсаулығын қорғайды, қант диабетін басқарады, есте сақтау қабілетін жақсартады екен. Сол үшін балаларымызға күнделікті қара мейізді беруімізге болады екен. Мінекей мендегі бар пішін, яғни жұмыртқаның формасын алып осылайша форма жасап жатырмын. Сіздерде қолда бар форманы пайдалансаңыздар болады, немесе алақанның көмегімен неше түрлі формада жасасаңыздар да болады. Осылайша дайын болған жентімізді 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямын. Әдемі форма беру үшін қалған бөлігін осылайша алақанның көмегімен домалатып пішін жасаймын. Тоңазытқыштағы формамыз дайын болам дегенше барлығын жасап дайындап қоямын. Мінекей құрт тәріздес қылып жасасаңыздар да болады. Өте әдемі шығады. Үй үшін қуантсаңыздар да болады. Үлкен кісілер өте жақсы көретін сүйікті тағамдардың бірі. Сол үшін сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ендеше мінекей формадағы жентіміз дайын болды. Қазір мен Қазақстан шоколадын кішкене бетін сәндеуге, дәмін әдемі етуге осылайша қосып жатырмын. Сіздер де жасасаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді. Үй үшін қуантыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдын ала